Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздермен лақтарды қалай тамақтандыратынымыз жайлы айтатын боламыз. Біз лақтарға мынандай кармелак деген порошок сүттен береміз. Неліктен порошок сүт беретініміз жайлы ғана сөз қозғайтын боламыз. Бірінші себеп бұл ненің бағасы. Яғни біздің басты өніміміз ол сүт. Біз сүт сатамыз, ал сүтті лақтарға беру, яғни литрі кемінде 500 теңге тұратын ешкі сүтін лақтарға беру, бұл біздің ферма үшін тиімсіз. Яғни альтернативті жолын табу керек болды. Яғни бұған кармелак деген порошок бізге көмектеседі. Бір қапта 25 килограмм. Оны лақтар сүйсіне ішеді. Денсаулықтары өте жақсы және ауырмайды. Және айттық, ең бірінші несі оның бағасы. Бағасы 13 мың теңге. Бір қап 25 килограмм. 13 мың теңге. Егер 13 мың теңгені жаңағы ешкінің сүтімен есептейтін болсақ, онда ол тіпті де болмаған ғана сүт болып шыға келеді. Мысалға 13 мың теңге тіпті ең арзан баға 500 теңгеден деп есептегеннің өзінде ол 26 ақ литр сүт болады. Егер ешкінің сүтін беретін болсақ, 26 литр сүт деген ақы ол өте аз. Ал мынада кемінде менің ойымша 200 литрдей сүт болуы керек. Яғни 10 есе айырмашылық болады. Келесі, бірінші айттық бағасында. Екінші, бұның дайындау өте оңай. Яғни алдын ала ешкіні сауып, оның сүтін лаққа беріп жүру, бұл ең бірінші бұл уақытты алады. Және уақытты алады, ал мынаны дайындау өте оңай. Ыстық су бар, суық су бар. Ыстық су мен суық суды араластырамыз, қажет температураны табамыз. Үстіне мынандай ыдысқа өзіміздің қасығымыз бар. Осы қасықпен неше лаққа сүт дайындап жатырмыз. Сонша не дайындаймыз. Мысалы айталық, біз ортаға жақындатып қалдық. Бұның бір жақсы жерінде ішінде салафаны бар, сыртында қаппен қапталған. Біз оны бұлай қайырып отырамыз әрнесін. Сіздерге ғана көрінсін деп, бұда қазір орта қаптыр, жарты қап қана қалған. Сіздерге жазуы көрінсін деп, әдейі кармелак екенін білсін деп, мынаны былай түріп қойдым, жоғарай тұрғызып қойып шығарып қойдым. Мысалға айталық қазір мынандай порошок болады. Осы порошокты мына ыдысқа салып, үстіне жылы су құйып дайындаймыз. Екінші бір кармелактың жақсы жері, оны дайындау тәсілі деп айттық. Және үшіншісі ол ауыртпайды. Яғни лақтарды ішін ауыртып, іші я болмаса өтіп, я болмаса іші түйіліп қалмайды. Менің ойымша, түсінуім бойынша бұның ішінде іш аурудың да дәрісі бірге қапшығының екінші жағында мынандай лақтарға қаншадан сүт беру керек екен таблицасы көрсетілген. Бірақ біз бұл таблицаға жүгінбейміз, өйткені ол таблицаны қате деп есептейміз. Мұнда өйткені аптасымен көрсетілген, бірінші аптада, екінші аптада, үшінші аптада деп. Біз аптасына қарап бермейміз лақтарға, әр лақтың өзінің салмағына, оның салмақ қосуына қарап береміз сүтті. Оны оған бөлек видео арнайтын боламыз. Мысалға айта кетелік, егіз туған екі лақтың өзі бірі кішкентай, бірі ірі болады. Сондықтан да екеуіне бірдей мөлшерде мынандай кармелак беру біздің тәжірибемізде дұрыс емес. Келесі айта кететін жайт өте жақсы. Осы видео егер сізге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде арнамызға тіркеліңіз, лайк басып, қолдауларыңызды күтеміз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз. Ғылым және ауыл арнасы сіздермен бірге болған Нұрғиса Қыдырбайұлы. Аман сау болыңыздар. Және ақла